О, оңай торт пісіре салу үшін барлығымыз жаппай тауық бағамыз, қыздар. Вот, бастадым. Сарысы мен ағын ажыратып алдым. Сүйтімде жақсылап көпірттім миксермен. Баяғыда осыны табақты көтеріп, тұрып түсіп кетпегенше болады деуші еді ғой. Сонымен жобалы ұн салдым да духовкаға салдым. 45-50 минуттан кейін примерно осылай ісіп шықты, қуанып кеттім. Так получился дедім. Сүйтімде үйде не бар екен? Баяғы февральда алған творожный сырдан қалған бар екен, соған сгущенка қосып осылай жобалап крем дайындай салдым. Суығаннан кейін ортасы осылай түсіп кетті, бірақ биік болды. Ана үстіндегісін балам шұқып жеп қойған ғой. Сонымен бұлай бөліктерге бөліп алдым. 3 бөлік шықты. Араларына крем жағып, әдемілеп торт сымақ жасаймын деп кесіп ортасына кремді жақтым. Сонымен әлі жеп көрген жоқпыз, бірақ әдемі шыққан сияқты. Мынандай 3 бөлік болды. Өзім тамсанып келдім. Неужели мен қолымнан да келді осы деп ше. Махаббатпен жақтым, бар ықыласымды қойып, есіктің алдында өсіп тұрған миятаны теріп келдім, балдарымның бананын кесіп үстіне салып, кедір-бүдірі білінбесін деп мак сеуіп қойдым. Вот, пожалуйста, егер ынтаң болса, жасауға барлық нәрсе болады, барлық нәрсені жасауға. Жұмыртқа себеп болды, торт дайын болды. Все.